Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен осындай қыс мезгіліне дәмі тіл үйірер ассорти компоттарын дайындайтын боламыз. Бізге құрғатылған мята жапырағы немесе құрғақ емес кәдімгі свежийін алсаңыздар да болады. Және де жүзім, апельсин, лайм, слива және де алма қажет болады. Ең алдымен осындай жеміс жидектерімізді осылай салып аламыз, бөлшектерге. Әр банканың өзінің үлкен кішілігіне қарап саласыздар, және де апельсиннің ішіндегі дәнектерін алып тастауды ұмытпаңыздар. Әйтпесе компоттарыңыз қышқыл болып кетуі мүмкін. Мен осындай құрғатылған мята жапырағын қостым. Егер сіздер кез келген жерде табылады мята жапырақтары, свежийін алып қоссаңыздар да өте жақсы болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай достар, мен барлығын салып алдым банкаларға. Енді үстіне қайнап тұрған суымызды құйып, және де крышкаларымызды да сол қайнаған суға салып алып, банкамыздың бетіне жабатын боламыз. Барлық банкамыздың үстіне осылай ыстық қайнаған суымызды құйып аламыз. Және де достар, суды құйып болғаннан кейін жарты сағаттай крышкасын жауып қойып қоясыздар. Достар, видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге бір сәттік жұмыс алмаған үлкен шабыт сыйлайды. Каналымның алға қарай дамуына үлкен үлес қосар едіңіздер. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Міне дайын болды. Енді осыны жарты сағат қойып қоямыз. Ал оған дейін біз ыдысымызға қантымызды салып аламыз. Банканың үлкен кішілік мөлшеріне қарай қанттарыңызды өлшеп саласыздар. Ал мына жерде мен осындай ассорти компоттан қалған жеміс жидектерді де обал болмасын деп қайнатып алып жатыр едім. Енді жарты сағат тұрған банкамыздың ішіндегі жаңағы құйған суларымызды қайтадан қант салынған ыдысымызға салып аламыз. Және де қайтадан қайнататын боламыз. Міне менде қайнап шықты. Енді жаңағы банкаларымыздың үстіне қайта құйып, крышкаларын жауып, қысқа дайын болып шығады. Достар, бұл компот өте ерекше болып шығады. Дәмі енді тіл үйіретіндей дәмді. Мен осыдан қалған бөлшектерін қазіргі жаз мезгіліне балдарыма жасап компот қылып бердім. Сіздер де банкаға жаумасаңыздар да осылай дәл осы рецептпен қазіргі мезгілге компот жасасаңыздар болады. Назарларыңыз үшін рахмет. Қош, аман болыңыздар. Келесі видеода кездескенше каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркелсеңіздер міндетті түрде видеоларымды көретін боласыздар. Достар, осы сілтемелер арқылы басқа да компоттардың түрін көре аласыздар.